Тараздағы Бәйтерек мөлтек ауданының тұрғындары наразылық білдіруде. Айтуларынша, олардың баспана жайына қатысты қордаланған мәселелер көп. Ең басты бұқара базынасы 6 қабатты баспананың жарамсыз жедел сатысы. Толығырақ тілшіміз тарқатады. 2009 жылы мемлекет мүгедектерге, көп балалы аналар мен ауған соғысы ардагерлеріне үлестіріп берген баспана бұл. Алайда халықтың қуанышы көпке созылмап. Тұрғындардың айтуынша, көп қабатты үйдің жедел сатысы бюджетке жетпей-ақ істен шыққан. Менің өзімнің ДЦП балам бар, 23 жасар, лежачий. Енді коляскаға отырғызып, бүйтіп сүйресе болады. Енді мынау бұрын енді жас кезінде арқама көтеріп шығып, далаға сөйтетім. Күйеуім көтеріп шығатын, өзім де көтеріп шығатымын, сөйтетім. Қазір енді жылдан жылға менің өзімде жасыма жас қосылып жатыр. Балам да салмақ та қосып жатыр, бойы да ұзын. Далаға шығара алмаймын. Соған мен қалалық әкімге вообще кіре алмаймын. Зам әкімге талай кіргем. Осы лифті жайлы. Февральдан бері жаңбырлатып та, қарлатып та барамыншы. Ешкімнің ешқандай көмегі жоқ. Маған осы лифтіні істеп берсе екен деймін. Балам бір мезгіл далаға шығатын, далада таза ауа жұтатын. Ал тиісті тарап болса, жедел сатыны жөндеуге қаражаттың жоқтығын айтады. Тұрғындарды бірнеше рет шағымданған болатын ЖКХ бөліміне. Жобалық сметалық құжаттама сол кезде лифтті қайта қалпына келтіру жөнінде жасалған. Бірақ жергілікті бюджет есебінен сол кезде қаражат бөлінбеді. Бүгінгі күні бір лифт ауыстыру үшін шамамен 11 миллион теңгедей қаражат керек. Оны алдағы уақытта бюджетті нақтылаған кезде қарастырып көреміз. Қарашаны қынжылтқан тағы бір мәселе бар. Көп қабатты үйдің бүтін бір қабырғасы қақырайған. Жауаптылар тұрғын үй белгілі бір корпоративтің құрамына кіргенде ғана көмектесе аламыз дейді. Бұл жерде тұрғындардың немқұрайлығы болып тұр. Ең бірінші пәтер иелер кооперативінің құрамына кіру керек. Болмаса сервистік компаниямен келісім шартқа тұру керек. Әр кондоминиум объектісіне 2 шот ашылу керек. Ол бірінші ағымдағы шот, ол күнделікті сол үйдің абаттандыру, есік алдын сыпыру, тазалығын сақтау және мезгілдегі қысқы сезондық жылыту маусымына дайындық жұмыстарын сол ағымдағы шотта жиналған қаражатқа жасалу керек. Екінші, барлық үйлерді алдағы болашақта болатын күрделі жөндеу жұмыстарына жинақтау шот ашылу керек. Қазіргі таңда бұл жерде нақты бюджет тарапынан қазір қарастыру мүмкіншілігі жоқ. Үй ауласындағы шұңқыр мәселесі де тұралап тұр. Іші толған қоқыс. Онымен қоса жаңбыр жауса лай батпаққа айналады. Тіпті ойын алаңы да дәл жанында. Бұқара бұл мәселеге жұмысын толыққанды бітірмеген мердігер мекемені кінәлайды. Алайда бұл үй мерзімі бітіп, жұмыс істеген құрылыс компанияның қарамағынан шыққан. Ал жауапты қалалық тұрғын-жай коммуналдық шаруашылық мемлекеттік мекемесі бұл мәселеге жауап беруден бас тартты. Тұрғындар үйімізде жайлылық қашан болады деп болашаққа алаңдайды. Ұлдана Жұбай, Шыңғысхан Кеңесхан, 7-7 Ньюс.